Сәлем достар, бүгін бірге асқабақ пен манты даярлайтын боламыз. Маған тіркеліп, қоңыраушаны басып, қолдау білдіруді ұмытпаңыздар. Біраз ұнымызға тұзымызды салып аламыз. Жақсылап араластырып, үстінен сұйық майымызды құямыз. Бір жұмыртқамызды салып, салқын суымызбен қаттырақ тесто илейтін боламыз. Жақсылап қамырымызды біріктіре отырып, аз-аздан суымыздан құя отырып, қаттырақ қып илеп аламыз. Арасында ақ түйіршіктері қалып қоймас үшін иімі қанғанша әдемілеп біркелкетіп илейміз. Жақсылап осылай илеп алғаннан кейін бетін ыдысымызбен жауып қоямыз да, аралықта 15-20 минут аралығында ашып, қайттан иімі қанғанша толықтай илеп отыратын боламыз. Осындай қылып жұмсарып, жаюға ыңғайлы болған кезінде екіге бөліп аламыз да. Екіге бөліп, жақсылап тестамызды арасына начинкілерін дайындап болам дегенше жұмсаруға тағы бір илеп қойып қоямыз. Асқабақты осындай қылып көбіктеп турап алдым. Үстіне аздап етімізден қостым. Үстіне аздап тұздан қостым. Біраз бұрышымыздан себелеп салдым. Сұйық майдан құйдым аздап. Теркіден бір пиязымызды осылай үкіштен өткізіп алдым да, сочный дәм беру үшін жақсылап әдемілеп барлығын біріктіріп, араластырып шықтым. Осымен начинкамыз дайын. Енді дайын болған тестамызды жұқалап жаятын боламыз. Оқтаудың екі шетінен баса отырып, тестамыз жұқарғанша жайып шығамыз. Бір келкетіп, әдемілеп барлығын бірдей қылып жайып шығатын боламыз. Тестамыз толықтай жұқарғаннан кейін осылайға бүктеп алдым да, барлығын кеңірек қылып көбіктеп кесіп алдым. Енді мен асыққаннан кейін осылай көбіктеп барлығын кесіп алдым. Сіздер өз еріктеріңіз дөңгелек тәріздес етіп жайып алсаңыздар да болады, шағындап. Аз-аздан ортасына осындай начинкілерін барлығын бірдей салып шықтым да, шеттерін біріктіре отырып, әдемілеп мантымды түйіп шықтым. Барлығын бірдей қылып түйіп алдым. Осыдан 4 лист шықты. 2 листті пісіріп, қалған 2 листін мұздатқышқа салқындатып қатырып қойдым. Кез келген уақытта барлығын листке орналастырып, суды қайнатып, кез келген уақытта пісіріп алуға болады. Өте ыңғайлы. Листтерімізге осылай орналастырып алдым да, ыдысымыз қайнап тұрған суымызды үстіне қойып, ыдысымызды бетін жауып 40 минут аралығында пісіріп алатын боламыз. Аралықта 20 минуттан кейін осылай ашып, бір стакан салқын суымызды құйып үстінен. Содан кейін 20 минутке тағы да қоямыз. 40 минут аралығында толықтай мантымыз осылай жұмсақ болып
тестамыз ағармай әдемі болып жұп-жұмсақ болып пісіп шығатын болады. Дәмі деген ерекше дәмді болып шығады. Балдарым сүйсіне рахметін айтып жеп алды. Сіздер де осылай жасап, отбасыларыңызды қуантып қойсаңыздар болады. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет.